Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жасалу оңай, дәруменге бай, витаминный салат жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен піскен қызылшаны жақсылап төртбұрыштап турап аламыз. Алманың қабығын алып, оны да төртбұрыштап тураймыз. Жаңғақты, мейізді және қара өрік, яғни черносливті жақсылап жуып, суынан сорғытып, кептіріп алдым. Жаңғақты қатты ұсақтамай, орташа етіп турап аламыз. Мейізді бүтіндей салсаңыздар болады, немесе осылай ортасынан бір бөліп салсаңыздар болады. Қара өрікті де 2-3 бөліп турап салсаңыздар болады. Қаймақпен немесе майонез, яғни ас қаймақпен араластырып аламыз. 2-3 қасық салсаңыздар болады. Дәміне қарай тұз және де аскөк салсаңыздар болады. Салатымыз дайын. Өте дәмді, әрі тез дайын болатын салатты жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.